Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай испан чизкейкінің дайындалу жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Алдымен бізге сүзбелі ірімшік керек болады. Оны бір ыдысымызға салып, жұмсартып аламыз. Енді осы сүзбелі ірімшіктің үстіне қантты және ванильді қантты саламын. Енді осының бәрін миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқаны бөліп салып, бір келкі сұйықтық болатындай етіп араластырамыз. Енді үстіне кілегейімізді құйып, бұны да бір келкі араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін соңында бізге жүгері крахмалын салу керек болады. Жүгері крахмалын салғаннан кейін түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап араластырып аламыз. Осы дайын болған сұйықтығымызды формамызға құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің испан чизкейкіміз дайын болды. Оны суыту керек. Суығаннан кейін ыдысқа салып, өздеріңіз қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.